Осы кино жайлы айтсақ, сіз киноларды да дубляждайсыз, кино, толықметражды мультфильмдер, иә? Оның ерекшелігі неде? Жалпы ұлттық арнада көптеген бірнеше жылдар болды синхронды дубляждар жүріп жатыр. Оның ішінде балаларға арналған әсіресе мультфильмдер өте көп, білесіздер, Диснейдің жаңағы. Голливудтың сүретін. Иә, ол синхронды дүние мүлде бөлек. Бұл жаңағы біз түрік телехикаясын дыбыстаймыз ғой, ондағанда емес. Бұл жерде біз мысалы 5-6 кейіпкерді бір адам дыбыстай берсек, синхронды дубляжда бір кейіпкерді бір актер ғана дыбыстайды. Және де телехикаяда біз тек сөйлемдерін ғана оқып отырсақ, басы мен аяғын жауып, жаңағы ауыз ашылғанда бірге бастап, бірге бітіріп отыру керек. Ал синхронда барлығын жасайсыз. Кейіпкер қандай жаңағы дыбыс шығарады, күледі, жылайды, ауырсынғанын, күрсінгенін, секіреді, жүгіреді, жаңағы деймін, барлығын жасайсыз. Барлығын дәл сол кейіпкер қалай жасап тұр, солай 100% өзі істеп тұрғандай көріп отырған көрермен сенетіндей жасау керек. Ал өздеріңізден қосасыздар ма? Мысалға, мынау шетелде кейбір сөздерді қолданады, ал бізде оны қолданбай жатады. Бізде басқаша қолдану мүмкін. Мысалы, ойбай деген сөздер бар, сол сөздерді орнын ауыстырып қосып жіберетін кездеріңіз бола ма? Болады, егер келмей жатса. Әсіресе синхронда. Синхронда ауыз-ауыз түсу деген нәрсе өте мықты қадағаланады. Негізі бізде енді аудармашыларда көптеген жылдардан бері бізбен жұмыс істеп келе жатыр ғой. Редакторлар бар. Ол кісілерде өте жаңағы көп жылдар осында жұмыс атқарып келе жатқан кісілер. Тәжірибелі. Сондықтан ол кісілерден өтіп, сүзгіден өтіп келеді ғой бізге. Аудармашы аударады, одан кейін редактор қарайды деген сияқты. Редактор сол ауыз-ауыз келеме, сөздің мағынасы барлығын сокыс тексеріп бізге жібереді. Егер сондай бір-екі ақау сондай шығып жатса, өзіміз түзеп жіберуге тырысамыз. Онда тұрған ештеңе жоқ. Жақсы, енді Мирас, жалпы осы қазір бізді тыңдап отырған тыңдаушыларымыздың арасында жастарға қандай кеңес бересіз? Жалпы дубляж актер болу үшін ең бірінші не керек, не істеу керек? Иә, маған да көп жазады, жаңағы дубляж арнайы мамандығы бар ма, арнайы оқытыла ма деген сияқты. Арнайы дубляж актерін дайындайтын бізде Қазақстанда ондай оқу орны жоқ. Дубляж саласында жүрген біз барлығымыз жаңағы өздеріңіз білесіздер, өнер академиясын, өнер университетін бітірген театр және кино актерлары мамандық. Ондағын оқыған актерлар барлығы. Сондықтан да дубляж ешқайда оқи алмайсыздар. Енді сол актер мамандығын оқыған жерде білесіздер, сахна тілі, жаңағы актер өнері деген сабақтар жүреді. Бұл дубляжға келетін ең басты сол пайдалы дүние сол. Актер мамандығын бітірмеген адамдарға дубляж саласында жұмысты өте қиын. Өйткені оқыған кезде оның жаңағы мінез құлқын, эмоциясын, оның барлығын беру керек. Сіз монотонны жай оқып отырсаңыз, ол көрермен қабылдамайды, қызық емес қой. Және оны режиссерлар да басшылықта қабылдамайды. Көп адамдар келеді кастингке. Және де бір айта кететін жайт, дубляж саласы көріп отырған адамға өте оңай көрінуі мүмкін. Бізге келіп терезенің ар жағынан тұрып, театрда істеп жүрген актерлардың өзі көпшілігі оңай екен ғой, қағаз қарап оқып отыра береді деген ойда болады да, сосын кіргеннен кейін ойбай бұл қолымнан келмейді екен, кешіріңіздер деп кеткен көп актерлар болған. Актер мамандығын оқыған адамдардың өзі. Сондықтан да міндетті түрде сол оқу орнында оқыған дұрыс. Сахна тілі деген тіл тазалығы білесіздер, сабақ, дауыс қою. Соның бәрінен өткен дұрыс. Содан кейін барып дубляжы бар телеарналарға кастингке келесіз, режиссерлар дауысыңызды тыңдайды, тілдің тазалығын, басқасын дауыс құбылту, жаңағы 2-3 дауысты, 5-6 дауысты сала білу, соның оқу, тоқтамай мүдірмей текстен жаңағы оқу. Одан бөлек жаңағы видеоны қарап үлгеріп отыруыңыз керек. Ауыз жыбырлап бастаған кезде бірге бастап, текстіңізді жаңылмай оқып, ананың аузына қарап, оның үстіне образын беріп, бәрін тәжірибемен келеді. Тәжірибемен келетін нәрсе. Бәрін бір уақытта соның бәрін жұмыс істеп отыру керек. Көлік жүргізген сияқты ғой.
Ал енді мысалы кейіпкердің кейде тағдыры қызық болып кетіп, соңында не істейтінін алдын ала біліп аласыздар ма, әлде дубляж барысында білесіздер ма? Жоқ, біз енді алдын ала білмейміз. Біз енді шынын айтайын, эфирден жүріп жатқан сериядан бір 10-20 серия алдыда жүреміз. Енді болу керек қой. Ауырып қалатын неше түрлі жағдайлар болады. Ал жаңағы телехикаяның соңына дейін көріп алу деген нәрсе болмайды бізде. Сол бір 10-20 серия. Соны көресіздер. Иә, бізде алдымызда сол телехикая аударып жатқан кезде қосылып тұрады, соны аударып отырамыз. Иә, бізге енді қоңырау шалған тыңдаушыларымыз бар екен, біз тілдесейік, иә? Қайырлы таң. Уағалейкум ассалам. Жақсы, рахмет, сұрағыңызды түсіндім. Бұл кісі бұлай ойлап тұр ғой, мен түсінуім бойынша, жаңағы Сериалдарды айтып жатыр ғой. жоқ, шетелдік дүниеден бір дауыс шығады дейді, бір-ақ дауыс. Енді ондай бізде жоқ қой. Жоқ, Баяғыда біздің бала кезде көретін бір дауыс аударушы еді ғой, қызда да, еркекте де монотонно бір адам оқып отыр. Иә. Сондай деп түсініп отыр ма? Жоқ, қазір мысалға мынандай ғой. Жаңа өзіңіз айтып отқандай, сериалдарда бір адам бірнеше образды салады, иә? Мысалы, сіздің өзіңізде 6 рөл деп жатсыз. Ар жақта тағы бір адамдарда 2-3 рөл деген сияқты. Бір санаулы 2-3 адам ғана бір сериалды. 4 адам оқиды ғой. 2 қыз, 2 жігіт. Ал тіпті басқа арналарды қарасаңыз, бір адам толығымен сол бір сериалды жасап шығатын кездерде болады. 2 адам. Жоқ деген. Ондай жоқтың қасы шығар қазір. Барлық арналарда сол 4 адам. 4 адамнан. Иә. Ал енді соны көбейтуге болмай ма деген сұрақ қой. Енді ол үлкен бір жұмыс шығар. Студиялардың қаражат, студияның жұмысы, жаңағы көп дүние ол. Жалпы енді осы Қазақстанда өзі барлығы Алматы болсын, Астана болсын, жаңағы елордамызда барлық жерде сол студияларда 4 адам оқитын. Енді жаңа тамаша бір жаңалық айтып жатыр. Алдағы уақытта барлық шетелдік фильмдер қазақша дубляждануы керек деген заң шығады деп жатыр. Бұл заң шықса, сіздердің жұмыстарыңыз екесе көбейейін деп тұр ғой, иә? Солай ма? Көбейеді шығар, әрине. Өзі дубляж саласында жүрген санаулы адам ғой Қазақстанда. Біз соны игере аламыз ба қазір? Игеретін шығар, игеріп те жатыр ғой, жетеді. Театрда істеп жүрген актерлерді бар. Арай медиа группта осыған дейін де талай дүниелер, балаларға арналған болсын, жаңағы ересектерге арналғанда фильмдер дубляж жасалды. Оны жаңағы кинотеатрлардан көрсетті, білесіздер. Мен де бірнешеуіне қатысқам. Сондықтан да осыған дейін де жасалып келе жатқан дүние, бірақ енді 100% енді қолға алайын деп жатыр ғой. Көбейсе актерлеріміз, техникамыз жеткілікті ме деген? Қазақ тіліне дегенде құрмет әрине жеткілікті, жетеді. Ондай студиялар бар, актерлер де бар жұмыс жасап жатыр. Тағы тыңдарманымыз желдеген, қайырлы таң. Уағалейкум ассалам. Рахмет. Бәрекелді. Бүгін қазақ радиосын үзбей қараңыз, міндетті түрде сериал қоямыз. Алдағы уақытта. Рахмет хабарласқаныңызға. Дәл қазір енді ән тыңдайық біз. Әннен соң бұл тақырыпты ары қарай тарқатамыз. Қалай кетті радиодан кино сұраған? Брат, бір кино қойып жіберіңіз кешке. Диагнозыңыз қандай деп көрейін. Пожалуйста, дейм. Пожалуйста, дейм, а? Қайырлы таң. Қандай адамдар жұмыстың туралы? Жұмыстарыңыз қиын екен. Жалғыз қонақпын, иә. Бұл кісілердің барлығы жүргізушілер. Мен жүргізуші, үш қонақ екен деп ойлап қалмаңыздар. Бұл кісі радионың қонағы, біз өмірдің қонағымыз. Айгерім, Ертас, Бекнұр. Жүректе. Балқып отыр, балқып. Еріп. Әселепке қалайсыз? Ренжіп жүрсіз маған?
Саламатсыз ба? Иә, не үшін? Бойдым қатып қалды. Пожалуйста, қойып тұрым. Егер ренжіп содан бастаса. Не үшін ренжіп жүргенін сұраңызшы. Кешке дейін күтіңіз дейсің ба? Мәселе әпке? Ана кісі күтіп жүрмесін. Енді кірген адам амандасу керек қой ренжімесе. Конечно, қазақтың дәстүрі бар емес пе сонда? Қолыңызды кеудеңізге қойып амандаспайсыз ба қазақ сияқты? Екінші кірмейді Ялла өтем. Тағы бір дауыс салуға бола ма? Басқа фильмнен? Жетеді. Амансың ба қара? Естілмейді ғой саған амандасам енді. Жетпейсіз ба? Просто қандай рөлдерді саламатсыз? Қандай рөлдерді ұстадыңыз деп сұрауға болады шығар. Дауысын салмай қойық. Кімдердің дауысын? Осыған дейін иә. 11 жыл болды. Может, Қазақстанда істейсің? 2010-да кірдім. Алматыда. Ең бірінші шыққан сериалдар ғой, ең танымал, иә? Қандай еді ол кезде? Мен кірген кезде Қайрат Әділгерейлер не оқып атты? Жұмонг. Дениз деген бірдеңелер жүріп атты деймін сөзді. Есімде жоқ. Сол кезде кәріс телехикаялар көп болатын, содан бастадық біз. Дәрігер бір нәрсе деген ба? Көп болды кәрістер. Бірінен кейін бір кәріс. Түрікте жүріп атты, екеуі қатар жүретін. Қазір түрік көп па? Иә, қазір тек үнді болатын, үнді барлығын алып тастады ғой, ұлттық арна. Жалпы кино көресің өзіңе, сериалдар. Жоқ, вообще көрмеймін. Шын айтамын. Кәдімгі кино көрсең. Редко бар ғой, жылына бір-екі. Иә. Жалқы күтесің. Надоели вы десең. Сонымен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз, құрметті радио тыңдаушы, және де біздің тыңдаушыларымыз сауалдарын жолдап жатыр екен, соларды дәл қазір оқып өтейік. Қайырлы күн қазақ елі, мирас замандас, өнеріңіз тамаша, қайранмын дейді. Телехикаялардағы әр кейіпкерді әртүрлі адамды ұстайтын шығар деп ойлайтын, шабытыңыз шарықтай берсін, Екібастұздан Мира осындай тілегін жолдайды. Көп рахмет. Және мерейтой құтты болсын. Қонаққа сұрағым, Қайрат Әділгерей бір сұхбатында түрік тілін дубляждың арқасында үйрендім деген еді. Дубляждың арқасында шет тілдерін үйренуге бола ма не? Қаншалықты рас дейді. Бола ма немесе қаншалықты рас? Құрметпен Марат. Енді мән беріп дұрыстап тыңдап отырсаңыз бір сөздерін түсініп алуға болады ғой. Кейбір сөздер бізге ұқсас келеді. Бірақ енді мен аса бір соны 100% игеріп алдым деп айта алмаймын түрік тілін. Бірақ біршама білем дейсіз ғой. Енді Нан сұрап жей аламын. жай сөздер ғой, былай аса мән бермеймін саған. Ал енді бүгін біз мынау менің сүйікті кином деген тақырыпты қозғап жатырмыз. Сіздің сүйікті киноңыз қандай, бала кездегіні айтайық. Сосын енді сіздер күнде кино көретін адамсыздар ғой, киносыншылардан да көп көретін шығарсыздар. Қазір қандай кино көріп жүрсіз, осы туралы қозғайық. Бірінші ең сүйікті киноңыз бала кезде. Енді бала кезде шынымды айтайын, ауылда өстік. Аса бір теледидардың алдында қазіргі балалар сияқты жаңағы планшет ненің алдында отырған жоқпыз. Сол далада жүрдік, асық ойнадық, ләңгі тептік, доп ойнадық, кір қожалақ болып кірмейтінбіз даладан. Кешке әрең шақырып кіргізетін, аса бір теледидардың алдында отырған бала емеспін, шын айтайын. Мектеп кезінде де сол сабақ үйірме неден босамадық. Сол ауылда жаңағы бала кезде көрмеген киноны қазір көріп жатырмын дейсіз. Иә, қазір кино деген ойбай. Бала кезде сол жаңағы төбелес киноларды көрдік қой, соны қайталап далаға шығып. Иә, Жан-Клод Ван Дамдар, сол жаңағы бір-екі үйде ғана жаңағы не болатын көрсететін. Жаңағы 5 теңгеден болмаса бір жұмыртқа апарып деген сияқты бір жиналып көруші едік қой. Сондай кезден өттік. Сіз дубляждаған киноларды, сериалдарды жақындарыңыз сұрайтын шығар, алдағы
Фильмдерде, сериалдарда не болады? Әсіресе жаңағы достарымның жұбайлары деген сияқты, достарымның мамалары деген сияқты бір үйге мысалы қонаққа барсаңыз отырыста мамасы қасыңа келіп әлгі не болады балам деп. Сондай көп болады. Жаңағы туысқандармен сөйлесіп қалсаң да қызық қой ол кісілер әсілесе ауылдағы жерлерге. Сосын мен айтамын, енді оны айтып қойсам барлығы қызық емес қой сіздерге. Айтпай ақ қояйын, көріңіздер деп. Көріп сол, лучшысы көріп біздің жаңағы рейтингті көтеріңіздер деп. Ал енді қазір киноны әдейілеп өзіңіз отырып көресіз бе, әлде бұл жаңағы күнде жұмыс ретінде қарап қалғаннан кейін бір көре алмайтын жағдайға жетесіздер ме? Жоқ, енді арнайы жаңағы кино көрмеймін, бірақ істеп отырған жұмысымды енді оны жаңағы жіті бақылап отыруға тура келеді. Көріп отыруға, қарап отыруға тура келеді ғой, енді өзің оқып отырған дүниені. Күні бойы кино көріп шыққаннан кейін кино көруге де бір зауқыңыз қоятын шығар. Кино қараймын деп айта алмаймын, кино қарамаймын. Жалпы теледидарда үйге барғаннан қарағым келмейді, өйткені күні бойы таңнан кешке дейін күнде қайталанатын сол теледидардың алдында сол кино қарап отырасыз. Сол үшін радио тыңдаймыз. Радио тыңдайын жарайды. Ал енді осы дыбыстаған кейіпкерлердің арасында кейбіреуінің бір ұнайтын мінезін, қасиетін өзіңіздің бойға алатын кездер бола ма? Болды. Әртүрлі кейіпкерлерді дыбыстайсыз. Мысалы, жақында ғана осы қателеспесем Құрбан айттың кезінде ме Ахмет Яссауи телехикаясы жүрді. Білетін шығарсыздар, көрген шығарсыздар. Ахмет Яссауиді дыбыстадым. Өте бір өнеге алатын сондай дүние болды. Жаңағы түрік ағайындарымыз түсірген. Өте бір жақсы кейіпкер. Өзім сол жаңа ұлттық арнадан да көрсетті, мені келіп түсірді жаңалықтардан. Сол Ахмет Яссауиді дыбыстағаныма өте бір өзімді бақытты сезіндім. Соған өткеніме. Содан кейін, осыған дейін Ертұғырылды оқыдым. Көп адамдар білет, рейтинг жақсы болды. Ертұғырылды әлі күнге дейін сұрайды. Жаңағы жалғасы бола ма, оқисыздар ма, ұлттық арна көрсете ме деген сияқты көп сұрақтар келеді. Бір сериясында мен даусым бар сон. Ертұғырылды оқыдым. Бозторғай деген телехикая болды ғой, түріктің Ура Гүлшевит. Соны көп сұрайды. 5-6 кейіпкердің дауысын дыбыстаймыз деп айтып жатырсыз ғой. Қиындықтар болды ма сіздің даусыңызға мүлдем келмейтін, сіздің табиғатыңызға сай келмейтін? Ол жерде табиғатқа қарап отыратын мүмкіндік болмайды бізде. Өйткені мысалы 6 кейіпкеріңіз бірдей табиғатыңызға келе бермейді ғой. Режиссер бөліп береді. Соны оқимыз, табиғатын керісінше ашуға тырысасыз. Өйткені енді сіз не үшін әртіс мамандығын оқыдыңыз? Театрда істесеңіз мына рөлді мен ойнай алмаймын деп отырмайсыз ғой. Жалпы көшеде ауылға барғанда бір танитын кездер болады ма даусыңыздан? Жоқ, енді аса бір ондай жағдайлар кездескен жоқ, бірақ өмірде ажырата алмайтыныңыз, жоқ, өмірде көп ажырата алмайды, бірақ жаңағы сол кейіпкердің дауысын салсаңыз таңғалып қалатындар көп болады. Естіп жатады, мысалы біреуде сіз осыны дыбыстайды екенсіз ғой, салып беріңізші деген сияқты көріп қалған кезде. Бізде енді санаулы кейде мынандай болмай ма, жаңағы кейіпкеріңіздің дауысымен өз дауысыңызды шатастырып алатын, былай шыққан кезде жаңағы сол кейіпкердің дауысымен сөйлеп жүргеніңізді жоқ, ондай болмайды. Ажыратасыздар бір. Әрине енді. Мирас, енді негізгі мамандығым актер деп айтып жатырсыз ғой, бала күннен дубляж деген бұл салаға қалай келдіңіз жалпы? Бала күннен дубляж деген саланы шыны керек мектепте оқып жүргенде армандап ондай болған емес. Өнерге жақын болдым. Үйірмелерге қатыстым мектепте бала кезден бері. Жаңағы өзімнің әкемнің туған бауыры актер. Өскемен театрында бірнеше жыл болды. Өзімнің туған ағам актер, Жүргенов академиясын бітірген. Одан кейін мен енді сонда бір жанұяда 3 адам актер болып тұрмыз. Атамыз ақын жазушы болған кісі. Жалпы енді осы Алматыға жаңағы өнерге түстік. Бітіргеннен кейін Павлодар театрында Жүсіпбек Аймауытов атындағы театрда 1 жыл жұмыс істедім, актер болып. Алматыға ауысып бардым да, театрға кірейін деп жүріп, осы ұлттық арнада дубляж саласына кастинг болып жатыр дегенді естіп қалдым. Оның алдында 3-ші курста бір барғаным бар, ұстазым ертіп апарған, 31-ші арнада бір мультфильмге дауыс жаңағы іздеп жатыр екен көрдік. Содан есте қалып қойса керек, сол ұлттық арнаға барып, кастингке қабылданып, сол жерден өтіп кеттім да, сонда қалып қойдым.
Содан бері Сол осындамыз. кастингтің арқасында талай Иә. қазақ Аллаға шүкір. көрермендері тамаша сериал. Сол кезде қабылдаған режиссер Тоқтарбек Қамшыбай ағама өте алғысым шексіз. Қазір жемісін жеп жатыр. Енді мында тыңдаушылардан не сұрақ келіп жатыр. Тыңдаушылардан мен бірінші сұрап алайыншы. Осы енді фильм аяқталғаннан кейін, сериал біткеннен кейін титрдің соңында барып сіздердің есімдеріңіз шығады ғой. Енді осы кезде, бұл кезде көрермен сәйкесінше немесе каналды өшіреді, немесе ауыстырып кетіп қалады. Енді сол үшін де танымал болмай қалып жататын кездер бар. Енді сіздердің танып, біліп, бағаларыңызды көтеру үшін қандай жұмыстар жасау керек деп ойлайсыз? Осылай сіздер сияқты шақырып тұру керек қой. Енді дұрыс айтасыз. Соңында және де бізде әр серияның соңында бізде аты жөнімізді айтуға рұқсат жоқ. Тек 150 серия ма, мысалы, сол 150 серия біткен кезде соңғы серияда барып аты жөніміз шығады. Негізі әр сериядан кейін айтып отырса артық емес сияқты. Енді бағдарламалар өздеріңіз сияқты радио, жаңағы ана күні ғана бір журналдан сұхбат алды, Таңшолпан сияқты өздеріңіз сияқты шақырып тұрады. Рахмет. Мирас, енді бізде санаулы ғана минуттар қалды. 100 жылдық деп айтып жатырмыз Қазақ радиосының. Бір кейіпкердің даусымен қысқа ғана құттықтау болса, радиоға деген. Қай? Ертұғырыл деп айтып жатыр. Үлкен кісінің дауысымен болған дұрыс қой? Үлкен кісінің бе? Байрамның ба? Иә. Ал жақсы. Бүгінгі бағдарламаға шақырғандарыңызға көп рахмет айтам. Айналайындар. 100 жылдықтарыңыз құтты болсын. 1000 жылдықтарыңызды тойлаңыздар. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Байқап жүріңдер. Рахмет, Байрам аға. Ал сонымен ертұғырдың жалғасы бола ма деп сұраңыздар, өтініште. Оны енді мен жауап бере алмаймын. Иә, бізге әкеліп оқыңдар десе біз әрдайым дайынбыз, қуана-қуана. Жалғасын түсірсе біз дубляждауға. Әрине. Тамаша. Иә, құрметті радио тыңдаушы, бүгін біз кино саласын толығымен талқыладық, дубляжды да ақтарып көрдік. Осындай тамаша дарынды Мирас атты бүгінгі қонағымыз өздеріңіздің көңілдеріңізден шығып жатыр деген ойдамыз. Қазақ киносын көріп жүріңіздер, Қазақстан телеарнасын бақылаңыздар. Ұлттың жариясы Қазақ радиосы шаңырақта қосылы болсын. Ертеңге дейін көңіл-күй керемет болғай. Ал бүгін бізде қонақта болған Қазақстан телеарнасы дубляж бөлімінің актері Мирас Жақып, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет. Қайырлы таң, Қазақ елі бағдарламасы осымен тәмам. Сіздерге қызмет көрсеткен Ертас Жақыпбай, Бек Нұрмағанбет және де Әйгерім Оралбекқызы, Бақытжан Төлеуғазы мырза әсем әндер легін ұсынды. Ертең дәл осы уақытта Қазақ радиосында қайта тілдескенше достар. Ой, рахмет. Әдем бол. Ой, рахмет, мәке. Бірнеше адам қандай үлкен күш шығар деп жүрсем дейді. Жоқ, үлкен кісі емеспін, Байрам. Мен жап-жас жігітпін. Үлкен кісі негізі. Байрам мырза. Сау болыңыз, рахмет, көп рахмет. Күндеріңіз сәтті өтсін. Қазақ радиосына көп рахмет айтамыз, аман болайық. Сау болыңыз, рахмет. Күшті болды, мәке? Иә, рахмет. Сендерге рахмет. Аншық қызы. Шақырсаңыздар, тиіп тұрамыз десең. Иә, қазір 10-да запись. Сол кеше Бекадан сұрағам ғой, неше кейін созылады. 10-да запись.